Өзім бұл жобаға дейін Арыстан патша десе бірден Муфасаның баласы Симба есіме түседі. Енді дәл осы жобада Муфаса болғандықтан оған дейінгі хикая, яғни Муфаса қалай патша болды. Мә, мыналардың түрін қара. Тартшы басыңда, көрінбейді қане. О, қазір басталады. Не басталады? Кет бұлай! Саған бір хикая айтып берейін. Хикая! Мен тіске басар әкелдім. Енді Муфаса фильмі жайлы әзірге білмеймін көп, өйткені тек қана өзімнің рөлімді, ол яғни Пумбаны ғана дыбыстап кеттік. Рафике, жалғастыршы. Сқар деген атпен танылатын Ханзада және Муфаса есімді жетім туралы. Жаңа үй тауып, жаңа отбасын табу үшін қатерге толы сапарға аттанған екі бауыр. Муфаса Арыстан патша фильмі 90-шы жылдардың басында Диснейдің былайша айтқанда классикалық ренессанс кезеңінде туған Арыстан патша фильмінің приквелі дейді. Бұл фильмде мен осы такымды дыбыстадым. Бізді неге аңдып жүрсің? Прайдымды іздеп жолға шықтым. Менің атым Муфаса. Сараби. Менің атым Така. Ол жаңа патшалық құрады. Бізбен жүр. Сенің ешкімің жоқ па? Негізі оның да біреуі бар. Бұл Зазу менің тыңшым. Оны жемеңдер. Естідіңдер ғой. Мені жемеңдер. Жалпы менің осы дубляж саласында жүргеніме 3 жылдың көлемінде болды. Бірақ басты кейіпкерді дыбыстау, оның үстіне Диснейдің туындысын дыбыстау менің тәжірибемде бірінші рет болып жатыр. Дисней ұсынады. Баратын жерлеріміз көретініміз жетеді. Тамақ жейтін болдық. Мені өлтірсеңдер, бара жатқан жерлеріңді таппайсыңдар. Така, оны жеуші болма. Тамаша, тағы бір жеуге болмайтын бейбақ. Енді бұл фильмде ең бірінші айта кететін нәрсе, біздің өзінің кейіпкерін бұл жалпы осы фильмді бастан аяқ баяндаушы. Өте қызықты персонаж, жалпы дыбыста өте қызықты болды. Сонда мына қияли бабуиннің соңынан ерет дейсің бе? Ренжіме. Желтоқсанда Аластатылғандар! Жетпегені осы. Бір ғана Арыстан патша. патшалық құру үшін Ары қарай тіршілік етеміз. Бұдан басқа амал жоқ. саяхатқа аттанайық. Тұзаққа түстік, енді қайттық. Сараби мен үшін керемет тұйық ойлармен таңғалдырды. Сондықтан мен ойлаймын, бұл маған келеді, өйткені мен өзім енді жас емеспін, 6 баланың анасымын, және де маған бұл роль бір өзіме қатты жақын көрінді. Қашуға дайындалыңдар! Мен мұндайға келіспеген едім. Енді мен қатыгез әмірші болам. Егер бұлай мен жауызға бас имеймін. Бірге шайқасуымыз керек. Тағдырымызға жақындадық, Муфаса. Сондықтан жер сілкінеді. Шегініңдер. Мен әбден жаттыққан жауынгермін. Күтпеген жерден Муфаса, Арыстан патша. Енді барша қазақ халқына, тыңдармандар, көрермендерге айтарым, қазақ дубляжын қолдайық, қазақ тілімізді қолдайық, қазақша контентті қолдайық. Осы Диснейдің Муфаса Арыстан патша анимациялық фильміне шыққан сәтте бірге барайық, көрейік, достарымызбен, жақындарымызбен бөлісейік.